Ақшақар және жеті гном. Ертеде бір мемлекетті патша мен патшайым басқаратын. Патша өте мейірімді, ақылды еді. Халқының бәрі оны жақсы көретін. Бірақ олардың перзенттері болмағандықтан қатты уайымдайтын. Перзенттері болғанын армандайтын. Қыс мезгілі еді. Патшайым терезеге қарап отырып тігіс тігіп отырғанда байқаусызда ине қолына кіріп қанап кетеді. Терезеден түскен қан тамшысы аппақ қар үстіне түседі. Тамшы қан домалақ болып күліп тұрған бейне болып көрінеді. Құдайым-ау, маған денесі аппақ қардай, ерні шиедей қызыл, шашы қап-қара қыз берегөр деп жалынады патшайым. Тез арада патшайым жүкті болады, бірақ қатты ауырып қалады. Көп мықты дәрігерлер ауруынан айықтыруға әрекет етеді, бірақ көмектесе алмайды. Сұлу патшайымым, әлі-ақ жазылып кетесің, әлі перзентімізде болады, дейді патша. Иә, қымбаттым, солай болуына үміттенемін, дейді патшайым. Көктем келеді. Ай күні жақындаған сайын патшайымның жағдайы ауырлай бастайды. Ауа райы ашық, күн жылынып, барлық қарлар еріп кетеді. Сол күні патшайым, денесі қардай аппақ, ерні шиедей қызыл, шашы қап-қара сұлу ханшайымды дүниеге әкеледі. Қымбаттым, сен маған баға жетпес сыйлық жасадың. Қалаған тілегіңді айт, орындаймын, дейді патша. Сонда патшайым, рахмет патшам. Менің аз күнім қалды. Қызымызға қамқорлық жасауға үлгере алады мекенмін, дейді. Сенің денең аппақ, мен саған Ақшақар деп ат қоямын деп қызына патшайым Ақшақар деп ат қояды. Патшам, қызымызға қамқор болуға, тағы да үйленуге, мені сағынбауға уәде беріңіз, дейді патшайым. Ой, қымбаттым, бұл сөздер маған өте ауыр, деп жылайды патша. Қош болыңыз патшам, деп сол сәтте өмірден өтеді патшайым. Патша бірнеше жылдар патшайымның мезгілсіз өліміне қайғырады. Ақшақарға өзі қамқорлық жасап, өзі өсіреді. Бірақ мемлекет жұмысы оның көп уақытын алатын болғандықтан, ол қызына қамқор болатын, қызын тәрбиелейтін ана керек екенін түсінеді. Солай қайта үйленуді шешеді. Екінші патшайым өте сұлу, бірақ өте қатыгез еді. Сиқыр көмегімен патшаны сиқырлап тастайды. Оның тағы да болашақты айта алатын сиқырлы айнасы болатын. Айна, айна, әлемде ең сұлу кім? Әрине, бәрінен сіз сұлусыз, дейді айна. Уақыт өтіп, Ақшақар әдемі сұлу сыпайы қыз болып өседі. Патшалықтағы ең әдемісі болып бой жетеді. Патшайым Ақшақарды көріп, қызғанып ашуланады. Айна, айна, айтшы, кім әдемі бәрінен сұлу? Әрине, сенің сұлулығыңа талас жоқ, бірақ Ақшақар сенен де әдемі, дейді айна. Қалай дәтің барды бұлай айтуға? Кешірерсіз, мен тек шындықты айтамын, дейді айна. Ашулы патшайым тез аңшыны шақырып, Ақшақарды орманға апарып өлтіруді, оның жүрегін маған әкел деп бұйырады. Құп болады, дейді аңшы. Патшайым Ақшақарға орманға барып, гүл теріп келуін өтінеді. Бишара аңшы Ақшақарды орманға апарады, бірақ өлтіруге дәті бармайды. Сұлу ханшайым, сіздің өгей анаңыз сізді өлтіруге бұйрық берді. Бірақ мен жазықсыз адамды өлтіруге дәтім бармайды. Қашыңыз, алысқа кетіңіз, дейді. Сарайға келмеңіз, дейді аңшы. О, мейірімді адам, мені өлтірмегеніңізді білсе, сізді жазалайды ғой, дейді Ақшақар. Ол жағын маған қалдыр, оны алдаймын, дейді аңшы. Ақшақар қашып кетеді. Аңшы болса орман ішінде жүрген қабанды өлтіріп, оның жүрегін патшайымға алып келеді. Патшайым қатты қуанады. Міне, енді бәрінен де мен сұлумын, дейді Ақшақар. Ақшақар жалғыз өзі қараңғы орманда қайда баратынын, не істерін білмейді. Атынан сыбырлаған дауыстарды естіп тез қаша бастайды.
Кеш болғанда алдынан кішкентай құстар ұшып келеді. Олар Ақшақардың етегінен тартып бастайды. Ақшақар олардың бірдеңе көрсеткісі келіп тұрғанын көріп, олардың артынан жүреді. Бір кезде кішкентай ағаш үйшікті көреді. Ішке кіреді. Үйшік тар, бірақ ыңғайлы еді. Үстел үстінде дастархан жайылған, 7 тәрелке тамақ салынған екен. Ал арғы бөлмеде кішкентай 7 кереует үстінде көрпе жабылған екен. Ақшақар қарны аш болғандықтан әр тәрелкеден көкөніс пен нан алып жейді. Орманда көп жүріп шаршап, кереуеттердің бірінде жатып ұйықтап қалады. Күн батқанда үй иелері 7 гном оралады. Олар күні бойы тауда алтын қазатын. Құстар Ақшақарды оятуға тырысты, бірақ ол терең ұйқыға кеткен еді. Гномдар үйге біреу келгенін сезеді. Кім менің орындығымда отырған? Кім менің нанымды жеді? Кім менің көкөнісімді тістеді? Кім менің қасығымды пайдаланды? Кім менің сүтімді ішті? 7-ші гном жатын бөлмеге кіріп, кім менің кереуетімде жатқан дейді. 7 гном жататын бөлмеге кіреді. Ой, қандай әдемі қыз, тыныш, ұйықтай берсін деп барлығы Ақшақардың айналасына жатады. Ертеңіне Ақшақар оянып 7 гномды көреді. Ақшақар шошып кетеді. Оның дауысын естіп 7 гном да оянады. Қорықпа, біз 7 гномбыз. Сен біздің қонағымызсың. Өзіңді таныстыр дейді. Менің есімім Ақшақар. Қалай біздің үйге келдің дейді гномдар. Ақшақар гномдарға қалай келгенін айтып береді. Гномдар Ақшақарға сен біздің үйді тазалауға, тамақ жасауға, кір жууға келіссең, осында тұра беруіңе болады дейді. Әрине, мен келісемін. Солай Ақшақар гномдармен тұра бастайды. Әр таңда олар тауға алтын қазуға кетеді. Кешкісін үйлеріне оралады. Олар келгенде кір жуулы, тамақ дайын, үй жинаулы болады. Ақшақар бір өзі болатын, құстармен, жануарлармен ойнайтын. Айна, айтшы, кім барлығынан сұлу? Әрине, сен сұлусың, патшайым, бірақ орманда 7 гноммен тұратын Ақшақар сенен 1000 есе сұлу дейді Айна. Немене, Ақшақар тірі екен ғой, орманшы мені алдаған екен ғой. Бәріңе көрсетемін деп ашуланып, Айнаны сындырып тастайды. Патшайым қыздан қалай құтылуын ойлайды, жоспар құрады. Ешкімді кіргізбейтін құпия бөлмесіне кіреді. Ол жерде улы алма жасайды. Сиқыр көмегімен қария жолаушы кейпіне еніп орманға жетеді. Гномның үйіне барады. Есікті қағып үйге кірмекші болады. Сіз кімсіз, әжей? Сізге қандай көмек керек деп сұрайды Ақшақар. Есікті аш, мен ауырып қалған күйеуіме нан іздеп келем. Оны мына тәтті алмаға айырбастаймын дейді. Алманы көріп Ақшақар жегісі келеді. Гномдардың нанынан беріп, оны алмаға айырбастайды. Алманы алып істегені сол-ақ екен, бірден жерге құлайды. Патшайым өз кейпіне еніп, сені гномдар енді ешқашан оята алмайды деп қуанады. Ол сарайға қайтып сынған Айнаға келеді. Айна, айтшы, кім бәрінен сұлу деп сұрайды. Әрине, сен сұлу дейді. Гномдар үйіне келіп құлап жатқан Ақшақарды көреді. Ол тыныс алмай жатқан Ақшақарды көріп қатты қайғырады. Гномдар оны сабан төсекке жатқызып, 3 күн бойы жылап қайғырады. Гномдар Ақшақарды жерлемек болады, бірақ оның денесі аппақ, ерні қып-қызыл, беті балғын болып тұрады. Олар Ақшақарды көрініп тұру үшін шыны әйнектен табыт жасайды. Алтын әріптермен бұл жерде ханшайым Ақшақар жатыр деп жазып қояды. Сол күні орманға аң аулауға ханзада шығады. Аң аулап жүріп табыт айналасында гномдар мен құстарды, аңдарды көреді. Ол жақындап жазуға көзі түседі. Ханшайымды көріп ұнатып қалады. Гномдардан оны алып кетуін сұрайды. Орнына қалағандарыңды берейін дейді. Біз оны ешкімге сатпаймыз дейді гномдар.
Ханзада табытташып Ақшақардың маңдайынан сүйеді. Сол кезде Ақшақар ұйқыдан оянады. Құдайым-ау, мен қайдамын, дейді Ақшақар. Қорықпа, мен Ханзадамын, дейді. Бір-біріне болған жағдайдың бәрін айтып береді. Ханзада Ханшайымға үйленуге ұсыныс жасайды. Ақшақар әкесіне айтуды, одан бата алуды қалады. Мен патшаның жоғалып кеткенін, табылмағанын бір жерден естідім, дейді гномның біреуі. Бұл өгей анамның ісі. Өтініш, әкемді табуға көмектес, дейді Ханзадаға. Ақшақар солай бәрі сарайға жол тартады. Ханзада әскері мен патшайымның құпия бөлмесіне кіріп, патшаны құтқарады. Өгей анасы қорқып сарайдан қашып кетеді. Ақшақар мен Ханзада үйленіп, бақытты өмір сүреді.